Сәлем жас физик, әдеттегідей Шаринат ағай, бүгін де формула түлендіретін боламыз. Бүгін жоғары деңгей не дейтін болсаң, бүгін теңдеулер жүйесін құрастыратын ОБТ-дағы физика тапсырмаларын талдап өтетін боламыз. Жалпы мәселе есептерде эскалатор және катер деген есептер бар. Немесе толық тізбек үшін Ом заңы деген тақырыпта, квант физикада фотоэффект және Эйнштейн теңдеулерінде және де басқа да с деңгейлі есептерде біз теңдеулер жүйесін құруымыз қажет болады. Бірнешесін талап өтетін боламыз, сондықтан соңына дейін көріп, өзіңе пайдалы білім ал. Бірінші, қайық 100 метр қашықтықта тынық суда, яғни В өзені нөлге тең болған кезде деген сөз, өзен ағысы нөлге тең болған кезде, онда біздегі 50 секундта жүріп өтеді. Біз сразу қайықтың жылдамдығын тауып алсақ болады. Vs бөлемін Т арқылы біз 100-ді бөліп тастаймыз 50-ге, тең болып кетеді 2 метр секундқа. Все, қайықтың жылдамдығын тауып алдық. Енді айтады, қайықтың сол ара қашықтықты, яғни 100 метр қашықтықты өзен ағысымен жүзген уақыты, өзен ағысына қарсы жүзген уақытынан 2 есе аз, яғни жылдам жүреді деген сөз ғой. Сұрақ, өзеннің жылдамдығы қандай дейді? Яғни тынық суда жылдамдық болмайтын түсінікті, бірақ ағыс болған кездегі өзеннің жылдамдығы қанша дейді. Енді мен қандай да бір жағалар келтіріп алсам, мынау А жағы болсын, және мынау бізде Б жағы болсын. Жақсы, мынау А жағы, мынау Б жағы. Және өзеннің бағытын мен былай қарай келтіріп қойсам, біздің қайығымыз, яғни оңға жүрсе, онда бұл өзенге бағыттас болады. Онда Т1 уақыт деп келтіре салайын. Ал егер қарсы жүзетін болса, онда ол жерден әрине Т2 уақыт кетеді деген сөз екен. Яғни оған көбірек уақыт кетеді. Есептің шарты бойынша Т1 тең болып кетеді, Т2 бөлінген 2 екенін ескеретін болсақ, енді олардың теңдеуін жазып бастаймыз. S1 тең. В салыстырмалы 1, ол кезде қайыққа қосып жібереміз өзенді, көбейтеміз Т1 уақытқа. S2 тең болып кетеді. В қайықтан азайтып жібереміз өзенді, өйткені ол қарама-қарсы жүзеді. Салыстырма жылдамдықпен осы кезде шатасулар болуы мүмкін. Ағай, бір-біріне қарама-қарсы сонда қосылатын емес пе деп. Жоқ, қараңдар. Қайықты өзен ағысы тежейді, сондықтан жылдамдық азайып қалады. Көбейтемін Т2-ге. Олардың сол арақашықтықты деген жерден ұстаймыз, яғни S1 тең болып кетеді S2-ге. Олай болатын болса, мына екі теңдеуді бір-біріне теңестірсем болады деген сөз. Яғни В қайық қосамын В өзен, көбейтемін Т1, теңестіремін В қайық минус В өзен, көбейтеміз Т2-ге. Осы жерде мен Т1-дің орнына Т2 бөлінген 2-ні қойып тастайлам. Яғни В қайық қосамын В өзен, көбейтемін Т2 бөлінген 2, теңестірем В қайық минус В өзен, көбейтемін Т2. Так, мыналарды бір-бірінен қысқартып тастаймыз. Кетіп қалды, мына жерден 2-міз көбейтіліп барады. Сонда В қайық қосамын В өзен, теңестірем 2 В қайық минус 2 В өзен. Өзенде бер қарай жинайық, қайықтарды ар қарай жинайық деген сияқты. Сонда менде 3 В өзен тең болып кетеді В қайыққа. Менде қайық белгілі. Сонда кезде жасайын, В өзен тең болып кетеді В қайықты 3-ке бөліп тастаймын. Яғни 2-ні 3-ке бөлуім қажет екен. 0,67 метр секунд деп таба салсақ болады екен. Тағы тексеріп жерсақ, мұнда қостық, көбейттік Т1-ге, азайттық, көбейттік Т2-ге, орнына қойған кезде қысқарттық, 2-ге мұнда көбейттік, жеке-жеке көбейтер В өзендерді алып келдік. 3 В өзен болды, бірақ мына жақтан бір ғана В қайық қалып қойды, В өзен тапқан кезде 0,67 метр секунд бола салды екен. Міне есептер осылайша. Бұл жаңағыдай қайық, катер, өзен деген есептер осылар. Математикалық сауаттылықта бұл есептер тағыдай саған 1 балл қосып беру мүмкін. Егер осыны біз толық тізбек үшін Ом заңын алып келетін болсақ, бізде сыртқы кедергі бар, тоқ күші бар. Сыртқы кедергі екіншісі болғанда тоқ күші өзгереді. Яғни менде қазір R1 бар, сәйкесінше I1 бар. R2 болған кезде, бізде бүйтіп қойсаңыз, екінші жағдай уже I2 болып кетті, өзгеріп кетті. Бірақ өзгеріс қабақасаң сызықтық емес. Демек, өйткені ол жерде ішкі кедергісі бар және электр қозғаушы күш бар. Осы жерде мынаны ескеру керек болады. Ішкі кедергіде тұрақты және эпсилонда тұрақты. Неге? Өйткені тоқ көзі өзгерген жоқ.
ол және әрине жазылмаған, бірақ физик ретінде сен өзің білу керексің. Мына жерде сыртқы кедерген резисторларды қосылатын өзгеріп жатқанменен тоқ көзін өзгерткен жоқ, өзгертті деп айтылмаған. Сонымен толық тізбек үшін ом заңының формуласын еске аламыз. Эпсилон мында r қосамын кіші r, менде мынау да белгісіз, мынау да белгісіз. Яғни менде қазір бір теңдеуде екі белгісіз. Математикалық тұрғыда бұның шешімі жоқ. Бірақ егер біз оларды жүйеге алатын болсақ, шешуге болады. Яғни екі теңдеу қылып аламыз да, екі теңдеуде екі белгісіз, сәйкесінше мен дұрыс жауапқа жете аламын. Қалай? Эпсилон тең i, мында r қосылу кіші r түріне жазып аламын. Ары қарай эпсилон 1 тең болады эпсилон 2. Неге? Себебі эпсилон тұрақты. Яғни электр қозғау күші тұрақты. Ары қарай қалай болады? i1 r1 қосамын кіші r, r1 деп жазудың қажеті жоқ, кіші. Өйткені ол өзгермейді. i2 мында r2 қосамын кіші r. Енді сан мәндерін қою ғана қалды. Қоя сал негізі. Табатын болсақ, мына жерден 0,5 r1 3,9 қосамын кіші r, теңестіремін 1, мында 1,9 қосамын кіші r. Мынау негізі екі жақты да екіге көйіп жіберетін болсақ, бізде сонда не болады? 3,9 қосамын r болады. Бір теспей-ақ қойсаң болады. Мына жерде 3,8 қосамын 2r болады. Мына ерді бері қарай лақтырамыз, 3,8-ді арға лақтырамыз, сонда бізде 3,9 азайтамын 3,8 қалады. Мұнда 2r минус r қалады. Сәйкесінше менде r тең болып кетеді 0,1 ом шығады. Мұнаны тапқаннан кейін мына формулаға қоя саламыз. Эпсилон тең болып кетеді. Кез келген ала берсең болады. Маған мысалы ұнап тұр. i2 мұнда r2 қосамын кіші r дейтін болсам, i2 1-ге тең, мына жерден 1,9 қосамын 0,1 тең болып кетеді 2 вольт екен. Мына осылай тез-ақ шығара салсаң болады. Әрине бұндай тапсырмалық кішкене деңгейлері өте жоғары, шығара алсаң саған кемінде 1 балл қосып береді. Так, келесі. Металл бетіне түскен, бұл енді квант физика, жиілеген 8 мегагерц болғанда кинетикалық энергияның шығу жұмысына тең дейді. Яғни менде нью1 бар 8 мегагерц. Енді айтады, кинетикалық энергия осы жағдайда шығу жұмысына тең. Жазып қойдым. Негізгі формула қандай? H нью тең болады H шығу жұмысы қосамын кинетикалық энергия. Енді айтады, басқа металл, яғни басқа сәуле түсірген кезде сол металл, осы металл бетіне дейді. Демек, осы металл бетіне деген мағынасы бұл H шығу жұмысы тұрақты деген мағына береді. Өйткені шығу жұмысы неге тәуелді дейтін болса, H-сы бөлінген лямбда Q немесе H нью минимум. Жақсы? Сонда айтады, бұл жерде кинетикалық энергиясы 2 есе кемеді дейді. Екінші сәуленің жиілігі қанша деп қойған екен. Яғни, біз қазір нью2 белгісіз, бірақ айтады. Кинетикалық энергиямыз 2 есе кемеді дейді. Шығу жұмысы тұрақты. Яғни, бұл айтқан кезде A1 тең болып кетеді A2-ге. Сөйтіп жазсаң, A1 тең A2-ге. Негізгі формула қандай? Нью, H нью 1 тең болады A шығу жұмысы 1 қосамын E кинетикалық 1. Астына H нью 2 тең болады A шығу жұмысы 2. Және мұнда қосам E кинетикалық 2. Дұрыс па? Жүйеге аламыз. Бір-біріне бөліп тастасақ та болады негізі, немесе бір-бірін азайтып жібере салайық. Ең дұрысы сол сияқты ма дедім. Мына жерде қарам. Мына жерде екеуі бір-біріне тең деп айтылған ғой. А шығу жұмысына тең деп айтылған. Яғни мына жерде бітсек болатын еді. H нью 1 тең болып кетеді 2 A шығу жұмысы деп. Өйткені алар бір-біріне теңтін. Естерінде болса. Екіншісінде H нью 2 тең болып кетеді A шығу жұмысы қосамын E кинетикалық энергия. Мұнау менде қазір белгісіз да, бірақ екі есе кемеді деп айтылған, значит, мен оны былай жазалам да. Екі есе кемісе, онда бұл А шығу жұмысы бөлінген 2 бола салат деген сөз екен. Ортақ бөлімі келтірсе, мұнаған 2-ден бері, сәйкесінше мұнан жүйеге алайын. Дальше H нью 1 тең болып кетеді 2 A шығу жұмысына, H нью 2 тең болып кетеді. Мына жерден сонда 3A шығу жұмысы бөлеміз 2. Екеуін аламда біріне бөліп жіберем, H-тар қысқарып кетеді. Сонда нью 1
так, екеуін бөлетін болсам қанша? New 1 бөлемін new 2 тең 2 а шығу жұмысы бөлемін 3 а шығу жұмысы бөлу 2 болып тұр. 2 үстіне көтереді, мыналар қысқарып кетеді. Сонда менде 4 бөлінген 3 болады екен. Осы жерде new 2-ні сұрап отыр. Пропорциямен new 2-ні табатын болсақ, бізге 3-ті new 1-ге көбейтіп 4-ке бөліп тастаймыз. 3-ті көбейтеміз 8-ге, бөліп тастаймыз 4-ке, тең болады 2-ге қысқарады. 6 герц бола салады екен. Міне осындай С деңгейлі тапсырма. Айтпақшы, осы тапсырманы негізі оп-оңай шығара салуға болатын еді. Көрсетейін ме? Жасын мені құттай жерге көрсете сайыншы. H new тең болады, H шығу жұмысы қосам не кинетикандырға біз енді курста осылай түсіндіреміз. Мынау егер 8 болатын болса, мынау 4 болады, мынау 4 болады, мынау бірінші жағдай. Ал екінші жағдайда бізде H new белгісіз тең болып кетеді, мынау 4 қала береді, мынау бізде 2 болады. 2 есе кемісе, значит, екеуінің қосындысы 6 болуы қажет. Осылай фк деп шығара саламыз. Ұнады ма? Есетін шығара жоғы. Біз енді курста осылай жақсылап түсіндіреміз. Егер саған физматтан курс керек болатын болса, мына нөмірге жазсаң болады. Ал, сенімен қоштаспаймыз. Саған дайындап қойған есебім бар. Әдеттегідей осы есепті шығарып, комментарийға жаз, және де видео ұнаған болса, лайк басып, достармен бөлісуді ұмытпа. Telegram, WhatsApp және Instagram чаттарда. Сенімен қоштаспаймын. Келесі сабақта көріскенше, келесі сабақта біз уже интеграл жайлы айтатын боламыз. Интеграл жайлы сабақты көретін болсаң, міндетті түрде физматтан ең жоғары балл алатын боласың. Себебін келесі сабақта айтамын.